Сәлем баршаңызға. Pindoda сайтын толық тегін үйренгілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Мен бүгін сіздерге сайтта товарға возврат жасау туралы ақпарат беретін боламын. Товар мына екінші тұрған белгі және де сағат белгісінде тұрған кезде ғана возврат жасауға келеді. Ал егер де грузовик белгісіне және де склад белгісіне ауысқан болса, онда товар возврат жасауға жарамайды. Менде қазір сағат белгісінде бір товар тұр. Кремін. Ашқан кезде бізде осындай терезе ашылады. Әр товардың астында 3-4 бұрышты жазу тұр. Соның сол жағын санағанда ең біріншісін басамын. Бұл бізде возврат дегенді білдіреді. Себептерін таңдаймын. Ең соңғысын таңдаймыз. Және де астына текстпен жазамыз. Не үшін товарға возврат жасаймыз? Передумал, ойланып қалдым. Немесе адрес қате адрес деп жазайын. Google переводчикке өздеріңіз жазатын себепті аударып аласыздар. Себебін жаздым. Көшіріп алдым. Товардың фотосын қоюға болады. Қоймасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Толтырдым. Енді қызылды басып возвратқа жіберемін. Возврат қабылданып, ақшаңыз Pindoda Pay'ға 20 минут ішінде қайтарылады деп жазу шықты. Алайда біздің ақшамыз бір немесе 2 күн ішінде счетымызға түсетін болады. Қарап отырсаңыздар, жеке кабинетке қайтадан оралсақ, сағат белгісінде жаңағы товар жоғалып кетті. Возврат жасалған товардарды возврат белгісіне басып көретін боламыз. Кремін. Жаңағы возврат жасалған товарым тұр. Осы товардың оң жағындағы қызыл жазудың үстінен басамын. Жасыл галочка тұр, яғни возврат қабылданды.